Бүгін 26 қыркүйек Ақтоғай станциясында тұрмыз. Ақтоғай вокзалы жөндеуге қойылған екен. Жаңағы жерде плакат ілулі тұр. Паспорт объекті дейді. Мінекей объектінің атауы, сосын басталған уақыты. Мынау ең аяқ жағында мінекей тұр екен. Жұмыстың басталуы 25 жылдың 2-ші тоқсаны, жұмыстардың жоспарланған аяқталуы 25 жылдың 4-ші тоқсанында аяқталады деп тұр екен. Енді бұзуын бұзып тастапты. Осы Ақтоғайдан да басқа бәлен-бай жерде вокзалдар бұзылған. Баяғы жартас, сол жартас деп сол бетінде бұзылған бетінде жатыр. Неге жасалмайды? Неге ақша бөлінсе, неге жасалмайды? 25 жылдың аяғында бұны бітетін объект. Бұл енді ақшаны тағы да жек қойды ма? Бір құдай біледі, енді жоғары жақтан біледі. Қашан бітеді екен осындай біздің Қазақстанда осындай бардақ? Президент не қарап отыр? Прокуратура не қарап отыр? Не деген сұмдық? Мына жерде отыратында жер жоқ. Біз түнгі сағат 3-те кеп түстік, осыдан мінекей сағат әлі жүрміз осы вокзалдың басында, отыратында жер жоқ мына жерде.